1990 жылдың 25 қазаны күні КССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Республика күні Қазақстанда 1992 жылдан бері тойланып келе жатқанымен, мемлекеттік мереке ретінде 2001 жылы ғана енгізілді. 2009 жылы Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңына өзгерістер енгізілді. Биыл 25 қазан Республика күні елімізде ұлттық мереке болып аталып өтіледі. Сіздерді республикамыздың әр азаматы үшін айтулы мереке Республика күнімен құттықтаймыз. Жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.